Ассалаумағалейкум армағазақ. Егер біздің хикаяларымыз сізге ұнап жатқан болса, онда арнамыздағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін басып, видеороликтерімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Әулие жанында жайғасқан үй. Біздің үйіміз әулие жайында жайғасқан. Мектепке бара жатқанымда қорқатынмын. Не деген мәртпін деген адамның өзі бұл әулиенің жанынан өтуге қорқатын. Кеш менен мектептен кеш қалсам, мен бұл жақтан өтпейтінмін. Үй жағыма өтпек түгіл, әжемнің үйінде жатып қалатын болдым. Бір күні мектептен қайтып келе жатып, кеш батып кеткенін байқамаппын. Сол үшін әжемнің үйіне бардым. Әжемнің үйіне барсам, әжемдер туыстарымыздың үйіне қыдырып кеткен, есігі құлып екен. Содан үй жаққа өтуге мәжбүр болдым. Солайша үйге қарай жол алдым. Қабырстан күндегіден де қорқынышты, рахималы болып кеткен. Мен лажы барынша ол жаққа қарамай теріс бетке қарап жүріп кете бердім. Бір кезде еңіреп жылаған әйелдің даусы естілді. Мен содан жүгірдім. Солайша ол әйел менің ізімнен қарап, мен саған зияным жоқ, маған көмектесші деп бақырып жылай берді. Мен ол дыбысқа қарамай тез жүгіріп үйге бардым. Үйге барып үйдің ханасын ішкерден құлттап алдым да ханамнан шыққан жоқпын. Алайда әлгі әйел терезені тықылдатып, есікті тықылдатып, сен неге маған көмектеспедің? Сол үшін менен сенен қаза саламын деп маған бақыра түсті. Мен сол қорыққаннан үйден қайтып шыққан да жоқпын. Азанғы уақыт анамның есікті тықылдатқанын естіп, есікті аштым. Анам неге кеше түскі ауқатқа шықпадың деген сұрауына мен жауап бердім. Мен кеше болған бәр жайтты анама айтып бердім. Анам бұл әңгімені естіген соң жасы үлкен ауылдағы тұрғын әженің үйіне барып осы жайлы айтып беріпті. Сол кезде әже бұлайша үн қатқан екен. Мен 12 жасар шамаларымда біздің ауылда бір әйел тұратын. Ол әр кімнің есігін тықылдатып, маған көмектесіңдер деп жылап жүретін. Себебі оның күйеуі ішіп келіп, әйелін соққыға алатын 1,5 жасар баласы бар еді. Әр ауылдағылар оларды ажыратып, әйелді үйіне кіргізіп, солай жасап жүрді. Алайда бұл ұзаққа созылмады. Ауыл ақсақалдарды олардың ажырасуы мақұл көрді. Осылайша олар ажырасты. Ажырасқаннан кейін күйеуі көрші ауылға көшіп кетті. Ал әйел болса өз үйінде қалды, 1,5 жасар баласымен бірге. Арадан бірнеше күн өткеннен кейін әлгі әйел және 1,5 жасар баласының мәйіті табылды. Сол мәйітті қол іздері табылған. Бұл өзінің әлгі күйеуі болып шықты. Сот экспедициясы осы турасында мәлімет етті. Ауылдағылар ол екеуінің мәйітін ауылдың жанындағы әулиеге көмді. Арадан бірнеше өткеннен кейін Эшмат аға өзі жолда өтіп бара жатқан кезде бақырып жылап жатқан әйелдің даусын естіп, оған көмектеспек болып әулиеге кірген. Әулиеге барса, 1 жасар баласын құшақтаған әйел оған теріс бет қарап отырып, бақырып жылай берген. Алдына барып 5 метрлер жағы қалғанда әйел оған қараған кезінде оның бәр жері көгерген, бір көзі жұлынған. Осындай жағдайын көрген Эшмат сол жерде жүрегі жарылып құлаған. Ертесі күні Эшматтың жаназасы болды. Оны сонда көмдік. Арадан бірнеше күн өткеннен кейін және адамдар сол әйелдің даусын естіген. Содан кейін адамдар қорқып әулиенің алдына тор-тесік байта тартып, ешкімді кіргізбеуге келіскен. Бәлкім сенің қызың да сол дыбысты естіген шығар. Анашым маған бәр болған жайтты түсіндіріп айтып берді. Бұны айтып бергеннен кейін мен одан әрі қорқа бастадым. Арадан уақыт өтіп, үйде анамның шыңғырған дыбысы естілді. Шыңғырған дыбысты естіп үйден жүгіріп шықтым. Жүгіріп шыққан кезімде анам жерде құлап жатыр, ал әлгі әулиедегі әйел қолына пышақ ұстап алған. Мен оны көріп жүгіре бақырдым. Ол есе мен сенен қаза саламын дегенім есіңде ме деп бақыра берді. Мен солайша қатты басымда ауыру тұрып, сол жерде құлап қалдым. Арадан уақыт өтіп, көршіміз менің бетіме су сеуіп мені оятты. Әй, 3 күн дегенде әрең тұрды-ау деп дыбысты естіген соң бар болған уақиғаны есіме түсірдім.
Содан анам қайда, анама не болды деп сұрадым. Сол кезде анам қаниясыз болғанын, бұл дүниеде өткенін хабарлады маған. Содан көрші әйел оның қолындағы мынадай хат тауып алдық деп осылайша маған берді. Сөйтсем ол параққа бәрібір бір күні мен сенен қаса саламын деген жазу бар екен. Мен одан әрі қорқа бастадым. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, және де осындай қорқынышты хикаяларды білгіңіз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоларымызды соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз сізбен қоштасамыз.